Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге құлпынайдан жасалған төсеп көрсететін боламын. Алдымен бізге құлпынай, яғни клубниканың өзі қажет, және қант, және мен лимон қосамын. Тазалап болғаннан кейін өлшеп, соған бірде-бір етіп қант саламыз, қыздар. Қанша клубника болса, сонша қант. Және лимонның суын міндетті түрде қосам. Ол өте дәмді болып шығады, және қысты күні иісі деген енді керемет болады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай клубниканы, қантты араластырып салдым. Осыларды араластырғаннан кейін 3-4 сағатқа бетін жауып қойып қоямыз. Ол біздің қантымыздың еруіне көмектеседі. Мінекей, бізде осындай болып қанттарымыз еріді, суы бөлек шықты. Енді осыны алып қайнатамыз. Газға баяу отта бірінші сәл қайнатып аламыз. Бірінші қайнаған ретте лимонның суын сығып қосамыз. Осылай қайнағаннан кейін 15 минуттан кейін өшіріп қоямыз. Бір қайнағаннан кейін бетіндегі көбігін алып, бөлек ыдысқа бөліп аламыз. Қыздар, мен осылай 2-3 рет қайнатамын. Себебі құлпынайдан жасалған тосабымыз қою, әдем болып шығу үшін 2-3 рет қайнатамын. Суытып, қайнатып, суытып, қайнатып, міне осылай. Осылай қайнатқаннан кейін 3 реттен кейін міндетті түрде ыстық күйінде құямын. Банкамызды стерилизовать етеміз. Сіздермен болған Айжан Ерболатқызы. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіз.